Құрметті жақсылар, бүгінгі ролик техникалық қауіпсіздік бойынша болады. Себебі адамның өмірі, денсаулығы ең бірінші орында тұрады. Кезекті газ қазандығын жөндеуге барған кезде міне осындай жағдайды мен көрдім, әдейі видеоролик түсіріп отырмын. Себебі бұл жерде газ қазандығымыз біріншіден шомылатын жерде орналасқан. Ол қазіргі талаптар бойынша дұрыс емес. Газ қазандық, газ колонка шомылатын жерде орналаспауы керек. Екіншіден, газ қазандығымыздың мұржасы жұп-жұқа алюмин гофрадан жасалған. Мінекей, ол да өрескел қате. Мұржаны бұндай алюмин гофрадан жасауға болмайды. Және бұл мұржаның түтінді сору қабілеті де өте нашар болғандықтан, от ішке қарай ұрып, басқару тақтасының сыртын ертіп тастаған. Және үйдің иесінің сөйлесу барысында бұл газ қазандықтың түтінінен шомылып жатқан кезде өздері де бір рет уланып қалғандығын өздері айтты. Сол себепті бұл газ қазандықты басқа жаңа газ қазандыққа ауыстыруға және басқа жерге орналастыруға мен кеңес бердім. Және осы роликті міне әдейі барлықтарыңызға құлақ қағыс ретінде түсіріп айтып отырмын. Техникалық қауіпсіздікті барлық уақытта сақтап тұру керек, себебі адамның өмірі, денсаулығы ол ең бірінші орында. Құрметті жақсылар, бүгінгі ролик осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.